Балам, сен 11-ші сыныпқа келдің, таңдау жасадың ба, болашақта кім болғың келеді? Балалар, болашақта кім болғыларыңыз келеді? Сен айта қойшы. Мен болашақта психолог болғым келеді. Мен адамдарға көмектескім келеді. Мен Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмір 44 мектеп гимназиясының 10-шы В сынып оқушысы Каумулов Рустамын. Қазіргі таңда таңдап отқан мамандығым психология мамандығы. Менің қызығушылықтарыма сәйкес мен адамдарға көмектесіп, олардың мәселелер шешкім келеді. Мен болашақ психологпын. Психолог маманы бұл адамдардың жан дүниесін түсінуге, олардың ой мен сезімін танып білуге көмектесетін адам. Қарапайым тілмен айтқанда, психолог сен жан сырласын сияқты адамның ішкі уайымын, мазасыздығын, қайғысын тыңдауға, дұрыс жол табуға көмектеседі. Психолог қызметінің ерекшеліктері: біріншісі, ол адамдармен тығыз жұмыс істейді. Яғни психолог маманы ол адамдардың жан дүниесін түсініп, олардың мәселелерін шешуге үлкен көмек береді. Екіншісі, көбінесе сөйлесіп, кеңес беру арқылы көмектеседі. Яғни ол қазіргі психолог маманы қазіргі таңда 11 сыныпқа тақалған балдарға мамандық таңдауға үлкен септігін тигізеді. Қиын жағдайға тап болған адамдарға көмектеседі. Психолог маманы болу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде биология, география пәндерін таңдау керек. Өйткені биология адамның психикасы мен ми жұмысын түсінуге көмектеседі, ал география логикалық және кең ойлауды дамытады. Қазақстанда психолог маманы жоғары деңгейде оқытатын универлер бар. Бізде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университеті. Психолог болу үшін адамдарға қандай қасиет болу керек? Тыңдай білу, адамды соңына дейін тыңдап, түсіне алу өте маңызды болып келеді. Сабырлық, адам әртүрлі жағдай туралы айтқанда, оларды тыныш тыңдай білу керек. Жақсы қарым-қатынас жасай білу, ашық, мейірімді болу, адамнан оңай тіл табысу. Жақсы есте сақтау қабілеті, адамдардың айтқанын ұмытпай, олармен байланысты дұрыс сақтау болып табылады. Эмпатия, басқа адамның көңіл күйін, жағдайын жүрегімен сезіну білу. Қорытындылай келгенде, психолог маманы менің балалық шақтағы арманы болып табылады. Бұл арманды шынайылыққа ұлғайту үшін мен алдыма мақсат қойып, тынбай еңбектеніп жүрмін. Себебі менің қалауым адамдарға көмектесіп, олардың мәселелерін шешу. Назарларыңызға рахмет.